Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 12 желтоқсан 2025 жыл. Қасиетті жұма күнгі дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін Астана қаласындағы Мәңгілік 56-да орналасқан бас мешітке барып, жұма намазға қатыстым. Намаздан кейін сол жерге Нысанбайұлы Рәтбек қажы бас бірінші мүфтиіміз келген, 85-тен асқан шағында намазға қатысып жүр. Шөгіп қапты ағамыз, сол кісінің батасын алдық дегендей, сол қатысып кеттім. Содан алдын бас мешіттің бас имамы жаңа қанат уағыз тыңдадық. Сол уағыздардың біразына қарап отырсаңыз, сол баяғы пайғамбарымыздың заманындағы уағыздарды айтады. Ол 14 ғасыр өтіп кетті. Бүгінгі заман өзгерді, өзгергенді көз көрді демекші. Бүгінгі күн тәртібінде тұрған қазақ халқының мүшкіл жағдайы, әлеуметтік әл-ауқаты, жұмыссызды, қазақ халқының тілінің босағадан әлі сығалап тұруы, жалпы аузы бардың айтқанның аузы жаман демекші, біз айтып жатырмыз. Осындай белсенді адамдарды түрмеге қамап жатқандығы туралы бірде-бір ешқашан сөз болмайды. Өйткені біздің мүфтият билікке бағынған. Мен талай жылдан бері айтып келе жатырмын. Жалпы дін бөлек болу керек, билік бөлек болу керек. Солардың қарапайым халық пен биліктің арасында алтын көпір осы мешіттер болу керек. Өз бетінше күн көру керек. Қоғамда қордаланған мәселелерді олар айту керек. Өйткені оларға ел сеніп отыр. Өкінішке қарай біз қазіргі таңда сол биліктің жат десе жатып, тұр десе тұратын жағдайдамыз. Енді бүгінгі тақырып суицид және атың өшкір ажырасу туралы болады. 1990 жылдар болса керек, мен 13-ке келген шағымда біздің үйдің қасында бір Пайысқан деген ағамыз болды. Ол кісі 1964 жылы дүниеге келген. Мен 13-те болсам, ол кісі менен 13 жас үлкен, 26 жастағы жігіт екен. Сол кездерде бізге олар таудай болып көрінетін. Сол Пайысқан ағамыз келіп, менің әкем Кеңес марқұмнан ақша сұрайды. Ақша жоқ. Бір бердім, екі бердім, Пайысқан, енді ақша жоқ десе, ақша бермесеңдер мен барып дарғасыл бөлем дейді ол. Өлсең өлесің де барып көміп тастаймыз. Әке шешең, туған туысқандарың бір апта жылайды. Содан бір айдан кейін сені ұмытып кетеміз. Сен түгел Ленин, Сталинді ұмытып қалғанбыз біз, дейді ғын әкем. Сол секілді расында да сол не айтса да ауызға абайлап сөйлеу керек адам. Расында да 90-шы жылдары сол Пайысқан ағам дарғасылып қайтыс болды. Сондықтан бұл неге айтып отырмын? Жалпы қазақтың арғы бергі тарихында дүниеден өзіне өзіне қол жұмсаған суицид деп жатыр қазіргі таңда жапондықтардың сөзі ғой. Және ата-анасын өлтіргендер, және үшінші отанын сатқан опасыз деп, осы үш тәсілмен дүние салған адамдарды жамағатпен бірге, жаңа қайтыс болып жатқан басқа адамдармен бірге көмбейтін болған қазақ. Ай далаға жеке мазарын қоятын болған. Өйткені олар өте ауыр қылмыс жасады бұл өмірде, дейді ғын. Өкінішке қарай қазір заман өзгерді, өзгергенді көз көрді. Қазір дүние жүзіндегі Біріккен ұлттар ұйымына тіркелген 193 мемлекеттің ішінде Қазақстан 20 миллион халқы суицид жасаудан 3-ші орын алға шығыпты. Барып тұрған сорақылық. Бұл ең бірінші Перу дейді, енді Венесуэла, үшіншісі Қазақстан болып тұр. Енді айтуға аузымыз бармайды, өкінішке қарай. Мына бүгінгі таңда не айтарыңды да білмейсің. Өйткені бізде Кеңес одағы ыдырағаннан бері осы 34 жыл тәуелсіздік алған төңірегінде ұлттық идеология, ұлттық мемлекет құру, қазақ халқының моңын моңдап, жоғын жоқтап, сол қазақ халқына тән асыл қасиеттерді насихаттау, үгіттеу, адамгершілік, үлкенге құрмет, кішіге ізет, қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, болмысы, тұрмыс тіршілігі туралы сөз қозғалған жоқ. Өкінішке қарай әлі күнге дейін мына билік тізгін ұстағандардың арасында кешегі өткен тарихымыздан, кешегі өткен салт дәстүр ата-бабалардың асыл сөзден хабары жоқ. Оларға керек емес. Олардың көз алдына бір көк доллар, Американың доллары ғана елестейтін секілді. Өйткені күні кеше ғана Украинаның дрондары мына Каспий консорциумды бомбалағаннан кейін дрондары біздің бюджетке түсетін мұнайымыздан 80%-дің барлығы тоқтап қалды.
Енді соның себеп салдарынан бізген мемлекет бюджетіне түсетін қаржы қысқарады деген сөз. 2026 жылдан бастап салық та айыппұл да барлығын бағасы тағы да көтеріледі. Азық-түлік, киім-кешектің барлығы көтеріліп жатыр. Осының барлығы адамды тұрмыс билейді деген кезіндегі ата-бабаларым сол айтпақшы, тұрмысқа тікелей қатысы бар. Бірінші мына суицид жасайтын адамдардың барлығы психологиялық ауытқуға ұшыраған адамдар деп ойлаймыз. Мұны бүкіл ғылым да, білім де дәлелдеп отыр. Өйткені олардың ішкі жан дүниесінің рухани кемелденуіне, білім алуына, кітап оқып, ізденіп өзіне тұрақты жаңағы ішінде түйткіл өзін ұстай алатын ешқандай мығым күш-жігер болмағандықтан мына өмірмен қош айтысып жатады, өкінішке қарай. Өте өкінішті. Сондықтан олар абай болып, олардың жалпы білімді адамдарға барып жүгіну керек. Осындай адамдарды бір тәрбиелейтін орталық ашылу керек па, солай секілді деп ойлаймын. Екінші, атың өшкір ажырасуға келетін болсақ, бүгінгі таңда Қазақстан тағы да Біріккен ұлттар ұйымына тіркелген 193 елдің мемлекеттің бірінші ондығына қазіргі таңда ажырасу 20 миллион халықтың арасында әлем бойынша 6-шы орынға шығып тұр. Бірінші ондыққа. Бұл барып тұрған сорақылық. Мен өзім той жүргізетін адам ретінде айтайын, 10 тойдың 1 жыл өткеннен кейін хабарласам әдейі. Бөпелі болдың ба, балалы болған шығар десем, жоқ, кешіресіз дейді. 10 тойдың 7-еуі ажырасып жатыр. Бұл деген сөз барып тұрған сорақылық, бірін-бірі танымайды. Ерлі зайыптылар, үйленіп жатқан жастар бірін-бірі мүлдем танымайды. Мына ғаламтор, интернет арқылы танысады, жастары 30-дан асқан, бұл басым көпшілігі 25-тен асып, осы үйленіп жатқан ортасында баяғыда қандай еді? Жеңгетайлар болатын еді. Ана ұл мен қыздың ортасында ертең кіркілжің басталса, жаңағы бір-бірін түсінбей жатса, соның арасына кіріп, ауыл ақсақалдары бар еді, тоқтататын, пәленшенің руы мықты, текті жердің қызы, неге бұлай қылдың айналайын деп ақылға салып, ана жақтың үлкендері, ұл жақтың үлкендері мен қыз жақтың үлкендері ортаға кешкі асқа шақырып, ақылдасып, қойыңдар, ұят болады, ортада бала бар, не болмаса өмір алда деп ақылға салатын еді. Бүгінгі таңда оның бірде-біреуі жоқ, түбегейлі жойылған. Бірін-бірі тыңдамайды. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, өкінішке қарай. Сондықтан қалай болса да Қазақстанда 20 миллион халықтың бүгінгі таңда бұл 80% ажырасып кетті. Ол жарайды, бала жаңа үйленіп жатқандар былай тұрсын, 1 бала, 2 бала, 3 бала, 4 бала, тіпті Тұрсынбек Қабатов секілдері 5 баламен ажырасып жатыр. 5 баламен ажырасып екінші қатынға кетті. Бұл барып тұрған сорақылық. Әрине, ерлі-зайыптың арасына есі кеткен кіреді дейді дана қазақ. Бірақ ол солай екен деп тастап қойған дұрыс емес. Екі ерлі-зайыптың арасында жеңгетайлар, ақыл айтатын ақсақалдар, ақылға шақырып, бұлай емес, олай болса қалай еді? Ру мен ұшкен қазақ баяғыда сабырға тоқтап, ортадағы баланың оба болады, олардың көз жасы бар деп тоқтататұғын. Қазір оның әдірам қалды. Қазіргі таңда ешкім тыңдамайды. Орысша өскен, қазақша өскен қазақтардың арасындағы байланыс, бір-біріне деген сүйіспеншілік, бауырмалдық түбегейлі жойылған. Солтүстік Қазақстан Петропавлдың қазағы, оңтүстік Қазақстан Шымкенттің қазағына атуға мылтығы, пистолеті жоқ, оғы жоқ атуға. Не болмаса Атыраудың қазағы Өскеменнің қазағына бір-бірін батыс-шығыс дейді, оңтүстік-солтүстік дейді, бірін-бірі Мамбет Калбит, пәлен түген дейді, бірін-бірі менсінбеушілік, арада жатқан қарым-қатынас түбегейлі жойылған десем, артық айтқандық болмас. Сол үшін тойдағы болып жатқан келеңсіздіктер талай жылдан бері айтып келем, жазып келем, тыңдайтын, құлақ асатын жұмыр басты пенде қалмаған. Елімізде осылай бара беретін болса, міне, ұстаздардың өзі айтып отыр. Мектеп қабырғасынан бастап жоғарғы оқу орындардың өзінде де мектепте 30 бала отырса сыныпта, соның 20-25-інің әкесі жоқ дейді. Бәрін аналары тәрбиелеп отыр. Ажырасу деген сұмдық енді. Бәрі әкесі өсіп жатыр. Бұл барып тұрған сорақылық. Баяғыда аға буын өкілдері, Қадыр Мырзалы, Мұхтар Шахан, Дулат Исабековтер кезінде әкесі өсіп едік дейді Ақселеу Сейдімбектер айтатұғын. Өйткені ол кезде соғыс болды. Еркек кіндіктің бәрін сыпырып соғысқа айдады. Ол кезде түсінікті тағдыр тәлкегіне түсіп, олар әкесі өскен. Қазір айдың күннің аманда соғыс жоқ, бейбіт заманда ажырасу деген етек алғандық соншалықты
бір еркек 8 рет үйленіпті ғой, масқара. Үйлене береді, бірінен соң қатын ала береді. Бұл масқара барып тұрған. Білмеймін не көрінді бұл қазаққа. Өйткені осының барлығы отбасындағы тәлім тәрбиенің жоқтығынан, отбасындағы бірлік ынтымақтың жоқтығынан, қазақ халқы үшін киеліде қасиет саналатын отбасы дегенге бейжай қарайтын, ат үсті, бармақ басты, көзді қысты, тисе терекке түймесе бұтаққа ұрра беріп, бір-бірін сыйламағандықтан ерлі-зайыптының арасына есі кеткен кіреді деп түсінікті ол. Бірақ ерлі-зайыпты бірін-бірі сыйлау керек. Өйткені өмір бір-ақ рет беріледі. Бір-ақ рет берілетін өмірді өксітпей, айналайын бауырлар, бір-біріңізді сыйлап, мына өсіп келе жатқан ұл мен қызға сабақ болсын деп өздеріңіз қит етсе ажырасып кетуге болмайды. Және өкінішке қарай мына аналарымызға да құлақтарына алтын сырға. Қыздары, мен ақша жоқ үйде, тамақ істемей жатыр, мен бір шапалақ берді деп шешесіне звондаса, шешесі хабарласады. Ойбай, ішіме сыйған қызым сыртыма да сияды деп бірден баж ете қалады. Содан кейін әрине қолтығына су бүркегеннен кейін қыздары қайтып келе береді. Баяғыда біздің де әкеміз болды, біздің үйде де 3 қыз болды. Олардың бәрін кезінде сол барған жеріңде тастай батып судайсың, қайтып келсең, келген қыз жаман, қайта шапқан жау жаман деп үйге келтірмей тұғын. Келсең байыңмен бірге кел. Бір күн жат, 2 күн жат, 3-інде кет дейді. Бір күн келсе, қонақ келсе құт, бірінші күн құт, екінші келгенде жұт, үшінші келгенде зыт дейді қазақ. 3 күннен артық жатуға болмайды, ұят болады 4 күнінде. Сол үшін осындай қарым-қатынасты бүгін қазақ ұмытып қалған. Хабары жоқ, бейхабар, махрұм, ештеңеден хабары жоқ. Кітап оқылмайды, газет журнал оқылмайды, біреудің ақылына жүгінбейді. Қайдағы бір интернетке кіреді, батыстың, Американың бірдеңеліге еліктегіш халықпыз. Өзіміздің қазақтың кітабында тұнып тұр ғой, біздің ата-бабаларым жазып кеткен. 5 ғасыр жырлайды, 7 ғасыр жырлайды. Кешегі 20 ғасырдағы Ілияс Есенберлин, Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шахан, Дулат Исабеков, Ақсел Үсенбек толып жатыр. Осылардың кітаптарында барлығы жазылып тұр. Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Жүсіпбек Аймауытов, осы бабалардың жазып кеткен бүкілінде сайрап жатыр ғой қазақтың болмысы, тұрмыс тіршілігі. Кешегі Сәбит Мұхановтардың, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің кітаптарында қандай керемет шеберлікпен жазылған десеңіз шіркін. Осыны оқитын жұмыр басты пенде қалмады. Бұл неге айтып отырмын? Біреу болмаса біреу білсінші, көрсінші, қазақ өзін-өзі танымайды. Өз-өзіңді жаттай сыйла, жат жаңынан түңілсін дейді дана қазақ. Сондықтан айналайын бауырлар, отбасын сақтап қалайық. Мына қазақ деген ұлы халықтың ұрпағымыз. Сондықтан бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір адамның баласындай, бір қолдың саласындай бірлік ынтымақта мына бір-ақ рет берілген өмірді баянды да бақытты ғұмыр кешейік. Лайк басып пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау.